Әрбір адамның өзіне тән ғұмыр жолы, тіршілік баяны бар. Бірақ еткен еңбек, көрген бейнет, татқан зейнет, алған асуы, жеткен биік. Әркімнің өмірінде әрқилы. Оны сырт көз өздерінше бағалап та жатады. Сондағы жалпының іздейтіні біреу. Ол кісілік келбет, азаматтық тұлға. Оған нақ осындай адами асқақ қасиетке қанша ғұмыр кешкенімен жеткенде бар, жетпегенде бар. Өзінің өнегелі өмір соқпағында сыйластық пен достықтың ұлағатын ұлықтап, үлкенге құрмет, кішіге ізет болар. Ұлттық дәстүрлерді үкілеп, мағыналы өмірінің, шуақты шаңырақтың, үлгілі отбасының алтын діңгегі бола білген, бір күнде жарық дүниемен қоштасқан жандар туралы баяндамақпыз. Тазагүл Сариева Бекмұратқызы. Тірі болғанда бүгінде 81 жасқа келер еді. Жаратушының өлшеп берген ғұмырында 14 құрсақ көтеріп, 7 ұл, 5 қызға саналы тәрбие, сапалы білім беріп өсірген ардақты жан. Ананың аялы алақанымен жүрегіне шексіз мейіріммен кіршексіз таза көңіліне теңгелер ештеңе жоқ. Бүгінде артынан қалған ұрпақтары ақ жаулықты ананы айрықша көңілмен сағына еске алады. Жазмыштан озмыш жоқ. Алланың қалауымен 43 жас шамасында Мұса Сариев Халмұратұлы да 5 күндік жалғанды тастап кете барды. Жазатайым жағдай болмағанда артынан қалған бір қыз 5 ұлының тірегі, әулетінің көз қуанышы болып жүрер еді. Әттең десеңші. Сол бір ажалды ала келген апатты оқиға жеңгеміз Гүлзипа Байболова Әбдірахман қызының да өмірін жалмады. Өзінің жайсаңдығымен елдің есінде қалған жеңгеміз қысқа ғана өмірінде бір қыз бен 6 ұлға бар аналық мейірімін төгіп өсірді. Жанана, ұл қызыңның тірегі едің. Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда. Ойпырай, Алла жазғанай, жазғаннан көңілім қалғанай, көре алмай қалып ағамды, өмірім өтті армандай. Қара бір аттың шабысай, аяғының шалысай, көре алмай қалдым дидарын, аралық жердің алысай. Өтті ғой қыста зылмауыр ойлар тұмшалап, келді ғой көктем жылжуда күндер құмсағат, аяулы жеңге күн шуақ жақта ойнаған немерелеріңді көрер ең сәлге тұрсаң ақ. О дүниелік болған жандардың рухына оқылған Құранның сауабы тие берсін. Жатқан жерлері жайлы, топырағы торқа болсын. Мінгендері пырақ, жаққандары шырақ, ішкендері кәусар бұлақ болсын. Жандары жәннатта болсын.